Жас серік сәдуақас, қайырсыз қар орман, әңгіме. Шал таңертеңгі шай ішілгенде жақ ашпады. Томсырайып отырған қалпы екі кесе шайдан соң бет сипады да үстел басынан шегіншектеп кетті. Соңғы аптада тапқан әдеті осы, қайтсем қыбын табам деп ұстара жүзінде отырған тоқалы Қадиша шалының әлгі қылығынан кейін бүгежектетте қалды. Сүт қатқан қош иісті қою шайдан маңдайы енді жіпсейін деген. Шал үстелден шегіншектеп кеткен соң шарасыздан дастарханның бір шетін жиыстыруға кірісті. Жаратпағаны бет пішіннен білінгенімен тіс жармады. Сөйлесем сыздаған жараның аузы ашылып кетеме деп сескенді. Осы үйдің босағасынан аттағалы бір айдың жүзі болған. Арқасын қабырғаға тіреп мүлгіп отырған шалының мінезінен де сыралғы емес. Бәйбішесін жер қойнына беріп, Кенжұл мен кішігелінің қолына қарап қалған Жанпейіске тоқал болуы да аяқ астынан. Қадишаның күйеуі қайтыс болғалы қабіріне 5-6 рет қар түсіп үлгерген. Екі ұл бір қызы қалада, келін түсіріп қыз ұзату қызығын құдай бұған қош көрмей тұр. Балалары үй болатын жасқа жеткенімен елтең-селтең жүрістен тыйылар емес. Не орнықты жұмыс, не басыбайлы баспана жоқ. Үлкен ұлына көктемде соқа басың селтеңдеп қашанғы жүрмексің деп емеурін білдіріп еді. Немене келін түсіретін дәулетің тіреліп тұрма деп ежіреген соң тілін тістей қойған. Күйеуі көз жұмғанда ұрпағының қызығына деп жиған азнаулақ мал да бір сыдырғы дүние мүлікте қалып еді. Азғана малды аузын арандай ашқан ауыр тұрмыс жұтса, киім кийле-кийле тозған. 50-ден енді асқан жасамыс әйел ерінің қара шаңырағында осылайша шықпа жаным шықпамен күнелтіп отырған. Міне, осындай әрсәрі күйде жүрген Қадиша екі кештің арасында отала келген әйелдей бастырмалата сөйлеген құрбысы Зибаштың сөзінің мәнісін аңырыңқырап барып әрең ұққанда ыршып түскен. Бәтір-ау, байсырап отыр деймісің? Өзі қосқанын Құдай өзі алды. Шымылдығы желпілдеп отырған жас келіншек емеспін. Анау сойдауылдай ұлдарымның, бойжеткен қызымның бетіне қалай қарайым? Қадиша Зибаштың сөзінен ат-тонын ала қашқан. Алайда Зибашта қадалған жерінен қан алады екен, бұрын сирек кіріп шығатын бұл үйдің есігін бермей қойды. Сырттай атастырып жүрген шалды айтқанда ауыз-аузына жұқпай, жесір әйелдің осал тұстарын дөп басып, іші бауырына жылан құрттай кіріп алды. Қадиша-ау, еріңнің артын 5-6 жыл күттің. Әруағы риза, бала дейтін балаларыңның сиқан-ау, қолыңды жылы суға мала қоймас. Ендеше бетіңнің әрі таймай тұрғанда әлгі шалдың түбетегінен ұста. Оның да қартайып тұрған шамалы, 60-тың арғы-бергі жағында бақуатты әрі дәулетті көрінеді. Балаларының бәрі орнын тапқан. Сенің ұл қызыңның аяғынан тұрып кетуіне көмектеспесе, салмағын түсірмейді деп мұны майшелектей айналдырып, құлағының етін жеумен болды. Өзі жесір, қауқарсыз әйел қорғансыз келеді. Жанашырлықпен айтылған жылы сөз қорғансыз әйелдің буын-буынына түсіп, құлбыраудай ширыққан жүйкесі босап, көз жасына арық береді. Қадиша да сөйтті. Бұл да бір Алланың жазуы болар, балаларыммен сөйлесейін деп көнген сыңай білдірді. Зибаш арқасынан ауыр жүк түскен адамдай, тым созба, алдағы аптада нақсүйерің келіп те қалар деп қуақлана күліп, риза пішінмен үйден шығып кетті. Зибаштың соңғы сөзін естігенде беті тыз етіп алаулап шыға келген Қадиша, балаларыммен әңгімем жарасса тәуір ғой деген күдікпен орнынан тұрып шаруасына кірісті. Жанпейіс қалың қабақты, көзі нұрлы, дөңгелек жүзді адам екен. Сөзге сараң, үй жұмсақ тәрізді. Шешіліп сөйлес алмай кібіртіктей берген соң, бар шаруаны тағы да сүйреңдеп отырып Зибаш тындырды. Кейін білді ғой, қимасын неге қышып жүр десе, Зибаш Жанпейістің аталас туысы екен. Осылайша ойламаған жерден Қадиша апақ-сапақта бөтен шаңырақтың босағасын аттады. Тумысынан ашы жан емес еді. Келген үйіне сіңісіп кете алмай, кіріптар күйден арыла алмай жүр. Шал жалғыз болса жеңілдеу болар мет бәлкім. Қолындағы Кенжұлы Қайрақбай мен келіні Әсемгүл Қадишаны келген сәттен жақтырмай қарсы алды. Содан бері итпен мысықтай аңдысып күн өткізуде. Бір үй екіге жарылғандай. Жастар көбінесе ас-суын бөлек ішеді. Қадиша осы үйдің қонағы сияқты. Қазан ошақтың билігі Әсемгүлде. Мал-мүлікке қожа Қайрақбай. Көлденен көк атты түгілі біргіндіктен тараған бауырларына себепсіз дәм татырмайтын қараулық біткен бойларына. Қадиша осы үйге түскенде қаладан Жанпейістің үлкен ұлы бір топ жолдасымен сау өтіп жетіп келген.
Әсемгүл қайнағасына бір шайнек суын сызданып жүріп әрең берді. Қонақтар шай ішіп болысымен ауылға келгендегі шаруаларын тындыруға шығып кетті. Әсемгүл әдеттегі пысықтығымен үйді жылан жалағандай жинастырып шықты да теледидардан сүйікті сериалын көруге отырды. Келінге батыл жетпеген Қадиша шалы Жанпейіске: «Балаң сыйлы азаматтармен келіп отыр ғой, қой союға қамданайық, үлгере алмай қалармыз» деген. Шалы орнынан былқ етпеді. Әңгімеге құлақ түріп отырған Қайрақбай тоқал шешесін оқты көзбен атып сыртқа шығып кетті. «Әсемгүл шырағым, ендеше тоңазытқыштағы өлетпен қазан көтерейік». Келінінің түсі бұзылып бара жатқанын көрген Қадиша аузына келген келесі сөзін ішіне жұта қойды. Әйтсе де жаза басқан екен. «Құйысқанға қыстырылмай жайың отыр, дайнасқа тік қасық болмай, көрінгенге шаша беретін далада жатқан мал жоқ. Монтиып мүләйімсіме, зымиян ойыңды білемін. Жармаған ашарықтарыңды күнертең осыдан асырамақшысың ғой. Аяқтарын аттап басыншы, қара шаңырақты ортасына түсірейін». Екі беті долырып, қояншық ұстап шаптыға жөнелген Әсемгүлдің удаяшы тілі қақмаңдайынан дойыр қамшымен ұрғаннан кем тимеді. Қапелімде аузына шалмай, тек бөстек үстінде жантайып жатқан шалына жаутаңдап қарай берді. Жанпейіс келіннің сөзін естімегендей жер шұқыды. Ақыры қонақтар кешкілік құршаймен аттанды. Сол күн араға түскен сызат күннен күнге ұшығып барады. Жұдырықтай балаларға дүние қоңыздық қайдан келген деп Қадиша қайран. Алғаш курстан соң-ақ кетіп қалғысы келген. Мұның екі ойлы болып жүргенін сезген Жанпейіс оңашада: «Асықпай айтпақшы едім. Ұл жасық, келін дәупері, марқұм бәйбішеме қайғы болып жамылған осылардың иттірлігі. Дегенмен ақылға салып ойланшы. Кеше ғана кетіп, енді кері жетіп барсаң, ауыл аймағыңның, ағайын туғаныңның бетіне қалай қарайсың? Мүмкін бір Алла жөнін беріп сыйысып кетерміз» деп Қадишаға басу сөз айтқан. Шалының осы сөзі тоқтау болып, әрі Жанпейістің сүйек шатыс ағайындары қаладағы балалары есік көрсетуге шақырып бой жазып сергіңкіреп қалған. Десе де, күздің жылаңқы жаңбырлы аспанындай отбасындағы тоңтеріс тірліктің қабағы ашылмай-ақ қойды. Соған қарап Қадиша шаңырақта сатыр-сұтыр етіп найзағай жарқылдайтын күннің таяп қалғанын запы болған әйел жүрегімен сезінді. Жанпейіс күн көкжиектен қылтия шабдаратына қонды. Астынан су шыққандай ертелетіп қайда бармақшы деп аңырған Қадиша ауладан шығып қарап еді. Шалы шабдарды сипай қамшылап сайға құлдилап барады екен. Бәйбішесінің басына Құран оқып қайтпақшы екен ғой деп ойлаған тоқал кері бұрылды. Жанпейіс бейіттен қайтуға асықпады. Қалың шөпті жапыра малдас құрып отырған қалпы бәйбішесінің құлпытасына ұзақ тесіле қарап, қым-қуат ойға берілген. Еріні күбірлеп отыр: «Биғай-ау, қажыдым ғой. Кіндігімнен жаралған баланың уайымы қабырғамды қайыстырды. Менен сен тәуірсің, қара жердің қойнынан тыныштық таптың. Ішіне шынтақ айналмайтын ежірей деген ұлың болады. Ақыл айтсаң ауырып қалатын деп бұрынғылар бекер айтпапты. Аялап өсірген кенжеміз шіріген жұмыртқа болды. Аш көз келіннің айтқанын арып алып, айдаған жағынан мұрнын тескен тайлақтай еріп жүре береді. Отау бөлмеге тығылып алатын екеуінің күбір сыбыры көбейді. Қайын жұртына шапқылауы да жиіледі әлгі бозөкпеңнің. Осылар бірдеңені бүлдіреме деп түнде кірпігілуден қалдым. Қара орманға от кіреме деп қорқам». Жанпейістің есіне Биғайдың көзі тірісінде болған сұмдық оқиға түсті. Сол оқиға шал мен кемпірдің жүрегіне тікендей қадалған. Адуынды келіннің ілік іздеп, айғай шығарып, көз боталаған жалғыз ұлын апыл-ғұпыл киіндіріп, төркініне тайып беретініне көндіккен. Содан тым-тырыс жатып алатын, сақалды басымен құдаларының аяғына жығылып, келінді өзі барып алып қайтып жүрді. Бірде Қайрақбай үйіне қаладан кеш оралды. Әдетте аузына сирек алатын ащы суды сілтеп жіберсе керек, көздері жылтыңдап, тілі күрмеліп, табалдырықтан сүріне кірді. Бәтеңке қонышынан батпақ, шалбардың балағы салтақ-салтақ. Келіншегінің жыландай жиырылғанына назар аудармастан, тәлтіректеп төр көзіп, диванға қонжа кетті. «Ей, миғұла неме, қай жетіскеніңнен тойып алғансың? Базарға шығарған өгізшенің ақшасы қайда?» Әсемгүл әдеттегідей бұрқырай жөнелді. Әншейінде аузы буылған өгіздей үндемейтін Қайрақбай бұл жолы жалы күдірейіп, қолына іліккен аласа тақты келіншегіне жіберіп қалды.
Ұшып келе жатқан тақтан зорға жалтарып үлгірген Әсемгүл: «Өй, шірік неме, құтырайын деген екенсің, мә сыбағаңды ал ендеше» деп, әлгі тақты дол күшпен кері лақтырғанда, ол Қайрақбайдың жанында абдырап отырған шалдың шекесіне сақ етті. Қан саулай жөнелді. Аңдаусызда атасын жаралаған келін сыртқа ұмтылды. Оқыс оқиға есін жиғызып, сүмірейген ол келін келесе кетті. Жай оты түскендей апыр-топыр шыққан ордада зарлап шеше, бетін қан жуған әке қалды. «Сорлатты ғой, бесік көрмеген бетпақ, ел-жұртқа қалай көрінесің енді» деп зар иледі биғай, шалының бетін жуған қанды орамалмен сүртіп жатып. Жүрегі сыр берген бәйбішесі ертеңіне ауруханадан бірақ шықты. Халін сұрай келген шалының шодырайған шекесінен еппен сипай отыра: «Іштен шыққан шұбар жылан ғой, омырауымды қақтаған сүткен жемеді. Мен кештім, сен де кеш, мал құлағы саңырау, дабыра қылма» деп егілді. Шың деспей отасқан биғайы дәм тұзы таусылып жарық дүниемен қоштасты. Мұның ендігі отырысы мынау: Жанпейіс орнынан ұмтыла тұрып, шақша басы шарадай болып, зираттың темір қазғына байлаған атына беттеді. Арада апта өтер-өтпесте жай оты жарық етті. Кешкі асқа бұл жолы төрт көзі түгел отырған. Асқайрардың алдында ұлы әкесіне қарап тамағын қырнады. Шал оның әлденен айтуға оқталғанын сезіп жүзін бұрды. «Әке», деді кенжесі күмілжи, «бір шаңырақтың астына сыйсар емеспіз, сіздер бөлек шықсаңыздар қайтеді?» Ынжы қолынан бәрін күтсе де, Жанпейіс дәл мұны күтпеген еді. Жаңылыс естіген шығармын деп Қайрақбайға аңыра қарады. Әкесінің шарасыз кейпінен жүрегі шым етті ме, ұлы жүзін төмен салып саусақтарын сыртылдатты. Есесіне келіні: «Ата, солай ұғардық, машинамен мүлік бізге қалады, әйтпесе мен кетемін» деді, беті бүлк етпестен. Тасбауыр бала мен безбүйрек келіннің мына сөзінен соң Жанпейіс есін әрең жиды. «Қарақтарым-ау, осы қар орманда тіреліп тұрған дүниеге басы байлы сендер есіңдер. Ағаларың еншісін алған, екеуіңмен қарғадай немереме жиылған дәулет молынан жетеді. Қартайған шағымда қара шаңырағымнан қуатындай не жаздым? Бір шидің басын сындырсам да пайдам болмаса зияным тимес. Келін қарағым, төсек жаңартсам желіккеннен емес, жас бала ғой, бір күндері ауырып сырқасам саған обал болар деп қамыңды ойлаған едім. Ашу дұшпан, аптықпай ақылға салайық». «Жоқ, тездетіп күз болмай ұйғараңдар». Келін сазарып үстел басынан тұрып кетті. Ол аузына құм құйылғандай тым-тырыс. Тоқал жапаң-жапаң етіп біресе өгей ұлға, біресе шалына қарайды. «Ей, тексіз неме?» деді шал оқыс шамырғанып. «Обалың өзіңе, тірі тұрғанда қара шаңырақ иесі мен, үйде дүние мүлікте менің атыма хатталған. Сенің сіңірген еңбегіңде бар, хақыңды жемеймін, еншіңді алда бөлек шық. Алана қатының ерін бауырын алып туламақ түгіл әдірәм кетсін, сенде қараңды батыр». Жанпейіс 2 күннен кейін қаладағы үлкен ұлмен хабарласты. Кенже ұл ауылдан бос үй тауып, жүктерін буып тиюге кіріскен. Келін түтігіп жүр. Даңғарадай 6 бөлмелі үйдің астан кестеңін шығарып, күйеуін жүндей түтіп жатқанда, қаладағы ұлда жетіп үлгерді. Қаланың қара таяғы емес пе, нотариалдық кеңсенің қызметкерін жанына ілестіре келіпті. Үлкен үйдегі мал-мүлік үлеске түсіп, табан астында заңдастырылды. Мұның біріне араласпаған, төрінен көр жуық қалған шағында елдің алдында масқара болған Жанпейіс бүк түсіп жатып алды. Жүк тиеген көлікпен бірге қозғалған жеңіл машинаның алдыңғы орындығына жайғасқан келін Әсемгүлдің «Қимаған қар орманыңның күлі көк күшсін» деген қарғысын шал естіген жоқ. Бұрын соңды болмаған осы сұмдық оқиғадан соң сыпсың сөз қауға тиген өрттей қаулап барып басылған. Қойын құрттап, айранын ұрттап мимырт отырған ауыл қалыпты тірлігіне көшкен. Тек Жанпейістің жан азабы өзінде, айналма болған адамдай айналсоқтап үйінен қадам аттап шықпайды. Қазаның жолы ауыр болған соң өмірден өткен замандасына топырақ салуға барған. Кенжеұлымен ұшырасып қалды. Ұлы бөтен адамдай теріс айналып кетті. Жанпейісте ерғашты мінез танытып, бойын қарттардан аулақ салып, асқа қарамай үйіне қарай бүлкектеді. Үйіне жете бергенде аула сыртында тұрған бөтен машинаны көріп, бұл кім болды екен деп аңтарылған. Ойда жоқта жетіп келген тоқалының балалар екен. Олардың бұл келісін шал жақтырмады. Әйтсе де Хадишаның көңіліне келер деп жылы есендескен болды. Бір қойын сойып, көршілерін шақырып күтіп жіберді.
Қонақтар тараған соңда көпті көрген кәрі жүрек атқақтап, елегізіп ұйықтай алмады. Үркер ауа сыртқа шығып еді, ауыл қалың ұйқы құшағында мүлгіп тұр. Жанпейістің көзі ілініп кеткен екен. Есікті тарсылдатқан дыбысты естіп шошып оянды. Бөлменің ішінде жалқынды сәуле ойнайды. Иалла деп тілін кәлимаға әрең келтірген шал терезеге үңіліп еді. Қора қопсысы лапылдап жанып жатыр. Шапанын желбегей жамыла сала сүрініп қабынып тысқа ұмтылды. Өртті алдымен байқаған көршісінің аттандаған даусына бір қыдыру кісі жиналып қалыпты. Бірақ өрт сөндірушілерге бой бермеді. Ала жаздай күнге күйіп қураған қора қопсы қамыстай бытырлап жанып, маңайына жан жуытпады. Жиналған жұрт жандалбаса қимылдап, әйтеуір оттың бетін үйге жеткізбей қайтарды. Қара қожалақ болған адамдар үйлене тарағанда ала кеуімдеп таңдатқан. Үйге жалғаса салынған гараж жартылай жанса, қораның күлі ғана жатыр. Төңіректен көңірсіген иіс шығады. Жанпейіс пен Қадиша ыстиып қабырғасы қара қошқылданған қара орманның қасында ербейіп тұр. Шығыстан шұғыласын енді шашқан күнге масайраған шүйкімдей торғай шалдың төбесінен айнала ұшып шыр-шыр етеді. Қайырымсыз бала, қайырсыз қара орман деп жүрегі қанжылап тұрған Жанпейіске шүйкімдей торғай қатыгез баласының қылығына араша сұрап, шырылдаған бәйбішесі биғайдың титімдей жаны секілденіп кетті. Ертеңінде дүрліккен ауылда өрт салған Қайрақбай екен деген алып қашпа әңгіме желдей есті. Жас серік Сәдуақас, оқыған Сұңғат Ғазизұлы.